Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Бүгін сіздермен жұп-жұмсақ болып шығатын бауырсақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен жылы суымызды ыдысымызға құйып аламыз. Суымыздың үстіне жылы сүтімізді де құйып аламыз. Сүттің үстіне аштығымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін үстіне майонезімізді саламыз. Майонезімізді салғаннан кейін үстіне шекерді де саламыз. Шекермен қоса тұзымызды да салып жібереміз. Тұз бен шекер жақсылап араласқаннан кейін ұнымызды електен өткізіп, асықпай жай-жайдан салатын боламыз. Қолдың икеміне келгеннен кейін қолымызбен илейтін боламыз. Қолымызбен июі қанғанша илейміз. Жақсылап илеп болғаннан кейін үстіне кішкене май қоссаңыздар болады. Май қоссаңыздар жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Дайын болған қамырымызды 1 сағатқа көтерілуге қойып қоямыз. Қамырымыз жақсылап көтерілгеннен кейін қолымыздың көмегімен жақсылап басып, оқтаумен әрмен қарата жая береміз. Қатты қалың емес, қатты жұқа емес, орташа сантиметрде жайып аламыз. Жақсылап жайып алғаннан кейін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кессеңіздер болады. Мен дөңгелек пішінді ретінде кестім. Жақсылап кесіп алғаннан кейін қамырымызды көтерілуге 10-15 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Жақсылап көтерілгеннен кейін қамырымызды ыстық қызып тұрған майда пісіріп аламыз. Екі жағын бірдей қызартып пісіріп алғаннан кейін ыстық күйінше дастарханға тартсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен дәмді және оңай рецепттер түсіруге тырысамын. Астарыңыз дәмді болсын. Қош сау болыңыздар.